Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен түрік тәттісінің рецептісімен бөлісетін боламын. Үйдегі бар заттардан қол жетімді, балдарды қуантуға керемет тәтті. Алдымен құмшекерді салып, үстіне өлшеп алған суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін менде үйде лимон жоқ еді, сосын лимон қышқылымен пайдаландым. 2 қасық лимон қышқылын құйып, жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылар араластырып алған соң, газ печкада қойып, баяу отта осылай қайнап құмшекерлері еріп шыққанша жақсылап пісіріп аламыз. Осылай қайнап құмшекері еріп созылмалы болып тұрады. Енді оны суытуға шетке алып қоямыз. Өлшеп алған суымызды құямыз. Үстіне 3 қасық сұйық май құямыз. Енді оның үстіне 3 қасық құмшекерді саламыз. Мен астында описание бөлімінде қанша грамм, қанша керектігін барлығын өлшеп жазып кеткен болатынмын. Сол жерден қарап дайындай берсеңіздер болады. Енді өлшеп алған ұнды да салдық, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен кукуруз крахмалын салып жақсылап араластырамыз. Енді ванилинді де салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді газ печкада қойып, баяу отта осылай қамыр дайын болғанша араластырып тұрамыз. Осында қамыр болды. Енді кондитер пакетке саламыз. Бізде бұл жерде заварной қамыр дайын болды. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді осылай полиэтилен пакеттің үстіне осылай барлық нені шығарып аламыз, алдын ала дайындап. Енді барлығын қызып тұрған майда қуырып пісіріп аламыз. Міне пісіріп алған дайын немізді дайындап алған шарбатқа салып, айтып болдыңыз мы? осылай шарбатқа салып араластырып аламыз. Жақсылап сіңу керек. Сырты қатты қытырлақ болып, іші жұп-жұмсақ болып, күшті болып шығады. Балдарыңызға жасап қуантсаңыздар болады.
Мінекей түрік тәттіміз де дайын болды. Ас болсын.